Roman. Take a short vacation, Roman, you'll be okay. You need to know your station, Roman. Ya? Öyle karantinde apacığımız kıyma kayda barın diyeceğiz. Gavhar toydu соншалықты сағынғам кеше түсімде той жүргізіп отырмын ғой. Ортаға шығсам елдің бәрі күліп жатыр, әзілмен күліп жатырмын десем, іш киіммен тұр екенмін ғой. Сол бүгін мен енді костюмшалар киіп бір той жүргізейін деп жатырмын. Аға, тез ұйықтайын, тойға ешіп қалмайын. Мен оятпаңдар, антракта өзім тұрамын. Айқын тез-тез ұйықтап, ол тойға біз де барамыз. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tügülüp gül şaşadı, ağlan kaydı, hoş yüz gülü basadı, ağlan kanga kondur. Ay 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 ah söyleyeyim. Сырқандар жинамасыңдар ма? Кішкене шаршап қалып едік, демалып отыра тұрайық. Шаршадық, біз сендерде кезіміз шаршап өшіп, таңғалықта тұрып, сиыр сауып, нанды жауып, есін ал сыпырып, қолмен кір жуып, түнгі сағат 2-де жататынбыз. Қазір сендер бақыттысыңдар ғой, бәрі дайын. Заңбек, не істеп жатсың? Сол шаршап кеттім, демалып жатқан ғой. Шаршап кеттің, мен сендей кезінде шаршауды білмейтін едік қой, білесің ба? Жаяу жүріп ресторандардың ортасында поднос қойып, ақша табатынбыз КВН ойнап, 200 теңге тапқанда қуанатынбыз. Бақыттысың ғой сен, Заңбек. Мен бұнда кезінде жыламайтын едім ғой. Oh yeah, oh yeah. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Гауһар, сен не дейсің? Айна менің жан досым, өйткені мен жылағанда ол күлмейді. Кубарем на танцпол летит бомба. Айқын! Қыздар, абай болыңдар, тигр далаға шықты. Мама, сіз не дейсіз? Ораза кезінде әйелдер екі нәрсе жесе, оразасы бұзылмайды екен. Біріншісі күйеуінің миын жесе, екіншісі күйеуінен таяқ жесе. Ойбай! Помните одну фразу, все будет, но не сразу. Ай, атақанна летуй! Айтпайтын бәлең жоқ. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Кого сильно любишь?
Кто много покупает игрушки? Кто много ругается? Кто зарабатывает деньги? Кто тратит деньги? Кто много шутит? Кто спит до обеда? Arman dedim tamam. Ya. Чымкентте 27 мамыр күні. Боспын көке, боспын. Сол баяғының жолында ма? Я, жол бәрі ішіне кіреді. Тараздан барам ғой Шымкентке, жақын қалыптасы. Онда жазып қой. Рахмет папа, тойға деген сағынышын басқамызға. Енді мамаға айтыңызшы, 4-ші июльге звондасын. Алло? Кешіріңіз, ол күнге бос емеспін. Дай мне слово, ведь я тамада. Дай мне слово, ведь я тамада. Дай мне слово. With it, group drop. Гаухар, жақсы ұйықтаңдар. Енді мына киіммен той жүргізбейтін шығарсыз, қайда бара жатсыз? Карантинде үйде жатып толып кеттім. Сол түсімде спортпен айналысайын дегенмін ғой. Все, Гаухар маған жүгіру керек дейсіз, давай. О, қарындас, сізбен танысуға бола ма? Сіз үйленген сияқтысыз. Түсім емес па? Бойдақпын деп айта салайын. Жоқ, мен бойдақпын, қарындас. Сіздің бір әдемі әйеліңіз бар сияқты. Сосын бір емес, 2 балаңыз бар сияқты. Жоқ, қарындас, мен баламда, әйелімде жоқ. Әйеліңіздің аты Гаухар емес па? Балаңыздың аты Айқын, Медина емес па? Бойдақ екенсіз ғой. Кубарем на танцпол летит бомба. Чик-чик, передергивай бомбу. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Келе жатқан туған күніңізбен сыйлаған көзіңізді жұмыңыз. Көзіңізді ашыңыз. Тоқташы, мынау женский емес па? Жоға, қазір осындай мода. Күшті жарасып тұр сізге. Қош, онда қазір үйдегілер бар. Көрсетіп көрейін де мақтан. Мама, сен піштің қалай? Мынау женский емес па? Жоқ, мама, бұны Гаухар туған күнмен сыйлады мен. Мұрыс қойға бұл. Әкелін басы уақыт бітті шығар, үш. Шешен сеткасын тағы болғансың ба? Ішінен бәрі женский, қыздарский деп біт. Арман аға, мынау точно женский ғой. Кеше мен бұны магазиннен көрген, бұны одан жешеге бересіз. Иә, сол дұрыс сияқты қазір. Жанына сепішкенге рахмет. Маған қарағанда саған әдем жарасатын сияқты. Мә, жеше құтты olsun. Аяна сен кезің. Жан, берген үшін мен сізге күшті сағат заказ беріп қойдым. Мынау женский сағат емес па? Жан, сіз не дейсіз? Бұл өмірде әдем адамдар қылмыскер болатын болса, мен өмір бақи түрмеде отыратын шығармын. Не үшін өзін ішесіз? Мен өзімше емеспін. Просто мен қарапайым кезде ешкім мені бағаламаған. Қойыңызшы. Гаухар, тоқташы, сен не дейсің? Сіздің аузыңыз тура Жигулидің есігі сияқты тепсең де жабылмайды. Мама, папа жайлы не айтасыз? Отағасын ойлаған үшін маған ақша төлесе, осы күнге дейін миллиардер болатын еді. Папа, мынандай сөзден кейін неғып көңілсіз отсыз? Мен көңілсіз отырған жоқпын. Просто маған күлген жараспайды. Жан, осы сізге эстрада жұлдыздарынан кім ұнайды? Серік Ибрагимов, Нұржан Керменбаев, солар ұнайды. Жоқ, қыздардан. Қыздардан Жанар Дугалова,
Камшат Жолдыбаева. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова. Қоғыр, күшті әншілер көп қой. бәсе. Win the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, wipe. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praise. Don't you like it when these diamonds look like drop? Uno, dos, tres. Мяукни как мальчик. Мяу-мяу-мяу. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. I hope nooit aan mij. Любимая, после карантина мы едем в Дубай, как ты мечтала. Серьезно? Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу, вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так. Жан, а мы когда поедем делать загранпаспорт? Ты наша чего? Ну вы же сказали, что мы полетим в Дубай. А, ты про это? Я же пошутил. Что? Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу, вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу, вот так. Неплохие движения, плохо, мне нравится очень. Мама, сіздермен ақылдасатын бір жағдай болып тұр. Қорадағы жылқының орнына 2 шошқа алсақ қалай болады? О заманда бұл заман мұсылмандардың шошқа асырағанын қайдан көрдің? Папа, сіз шоң жаңалықтарды естіген жоқсыз ба не? Ауыл шаруашылығы әр шошқаға 140 мың теңге төлейді екен. Жыл сайын 40 мың теңге тамағына береді екен. Ал жылқының субсидиясын алып тастапты ғой. Арман, жылқының қанша ақшасын алып қойса да, шошқаның керегі жоқ. Папа, мама, бізден бір жақсы жаңалық аяқ екеумізден. Не болды, Арман сияқты көңіл күйде түсіретін жаңалық па? Папа, мынау 280 мың теңге мама екеуіңізге. 10 күнге барып Сарыағашқа дем алып қайтасыздар. О, сендер болмасаңдар бізді ешкім ойламайды. Бірақ бізде бір сұрақ болып тұр да. Жылқының орнына 2 шошқаны байлай берейік па? Ой, жоқ. Үйде бәрі теп-тегіс, үйде бәрі мол.